Шығыс Қазақстан облысында қар адамы пайда болды. Бұл бір жағынан тосын жаңалық болса, екінші жағынан үрейлі ақпар. Қар адамы бірнеше жергілікті тұрғынның көзіне шалынған. Шаруалардың айтуынша, тағы адам олардың малдарын ұрлайды екен. Алтай тауын қар адамы мекендейтіні туралы бұрыннан айтылып жүр. Алайда бүгінгі күнге дейін бұл тек алып қашпа сөз болып келген. Енді белгісіз тіршілік иесін көрген куәгер бар. Жергілікті тұрғынның бірі жабайы тіршілік иесін кеше кешкісін қорадағы малдарын түгендеп жүргенде кездестірген. Ол түсініксіз бір дыбысты естіп, сол дауыс шыққан жаққа қар барғанда қораның екінші бұрышынан үсті басын қалың түк басқан ірі адам қойлардың бірін іліп алып қоршаудан секіріп өтіп тауға қарай із суытқан. Куәгердің айтуынша, шақырылмаған қонақтың бойы 2 метрден асады. Қолдары ерекше ұзын, жүрісі маймылға ұқсайды. Малшының қатты қорқаны сонша үйіне баруға дәті шыдамай түні бойы жергілікті полиция бөлімшесінде отырған. Таңертеңгісін мал қорасына келгенде оның маңынан түнелтіп келген адам табанының іздерімен қанды көреді. Із адамдыкіне ұқсас болғанымен көлемі үлкен. Қазір арнайы топ жасақталып, қар адамын іздеу үшін тауға аттанды. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, мал жоғалу жағдайы жиі болады. Алайда олар бұған дейін кінәні ұрыларға аударып келген. Қазір ауыл тұрғындары белгісіз тіршілік иесін қолға түсіруді ойлап отыр. Себебі қойларының ұрланғанына емес, балалар үшін қорқады. Өйткені мынандай ірі әрі күшті жаратылыс иесінен бала тұрмақ, үлкен адамның өзі қашып құтыла алмайды. Біз белгісіз тіршілік иесін іздестіру жұмыстары қалай жүріп жатқан туралы мұқият қадағалап отырмыз. Келесі жаңалықтарымыздан қар адамы туралы жаңа ақпар күтіңіздер.